Армысыздар ағайын. Бүгін мен әңгімені идеология жайында жүргізгім келеді. Сонымен идеология деген сөз ол үлкен қару. Оның маңызы өте керемет зор. Алдыдағы айтып кеткен бейнелерге көрсеткендей, идеологияның күші экономикамен, геноцидпен, жалпы қарудан өте мықты. Соған сіздерге бір мысал келтірейін. Өздеріңіз білесіздер, дүниежүзілік екінші соғыс болды, Ұлы Отан соғысы. Сол кезде Гитлер бүкіл Европаны жаулап алып, содан кейін Совет үкіметіне, Кеңес үкіметіне басып кірді. Егер сол тарихи деректерді қазбаласаңыз, сол жерде жазылған 500 миллионнан көп адам, әскери адам, Кеңес үкіметінің әскері, сол басып кірген басқыншыларға тұтқынға беріле салды. Тұтқынға түсті. Түсінесіз ба? 500 мың адам, одан да көп адам қолға түсті. Бәрі айтады, ол басшылықтың көргенсіздігі, білмегендігі, жоспарлай алмай қалғандығы, анау, тағысын тағы сөйлей береді. Бірақ шын мәнінде, міне осы 500 миллионнан астам азаматтар, әскери дайындық жүрген азаматтар. Егер сіз сол ойдың түбіне қарасаңыз, сол азаматтар, тепсе темір үзетін азаматтар, идеология жағынан Гитлерге жеңіліп қалған. Олар мына сана сезімде, мына басында біз осалмыз, біздің қолымыздан түк келмейді. Мына немістер бізге келген, бізден мықты, олар білет, олар бізді үйретеді деген оймен жеңіліп, идеология жағынан жеңіліп, тұтқынға түсті. Өйткені егер сана сезімі мықты болса, жау жүрек болса, онда олар тұтқынға түспеседі. Оған бірден бір мысал, кез келген ауылда, өздеріңіз білетін шығарсыздар, бала кезден естіген шығарсыздар. Кез келген ауылда бір топ балалар бір жігітке жабылған кезде, сол жігіт қашып кетпейді. Сол жігіт тұрып, мына бір топ балалармен төбелеседі. Ол сонда мыналар менен осал. Жоқ, мен олардан осалмын, мен бұларға берілейін деген ойы келмейді. Неліктен? Өйткені оның идеология жағынан басында тәрбиесі өте әдемі, өте дұрыс берілген. Ал мына тұтқынға берілген 500 миллионнан астам, біреулер айтады 800 мың адам дейді, қолға түскен. Олар жеңіліп қалған, идеология жағынан жеңіліп қалған. Тағы да бір мысал. Гитлер Европаны жаулаған кезде әрбір мемлекеттің өте қысқа мерзімде жаулап алған. Бір мемлекетті 3 күнде, бір мемлекетті 1 аптада, бір мемлекетті 2 аптада. Сонда қарап тұрсаң, әскері сол мемлекеттің үстінен басып, мемлекетке кіріп, мемлекеттің үстінен басып, бір жағынан екінші жағынан өте шыққанша, соғыстың мерзімі сонша уақыт болған. Егер сіз тарихи деректемелерді ашып қарасаңыз, жалпы Еуропа халықтарының көбісі фашист идеологиясын, нацизм идеологиясын қолдаған. Оларға түбегейлі, жүйелі түрде қарсыластық көрсетпеген. Өйткені идеология жағынан олар әлде қашан, одан бірнеше жыл бұрын Гитлерге жеңіліп қойған. Сондықтан емін еркін Гитлердің әскері кез келген Еуропа мемлекеттеріне басып кіріп, ешқандай үлкен дәрежелі қарсыластық көрмеді. Ал енді Совет үкіметіне кірді. Совет үкіметіне кірген кезде, Кеңес үкіметіне кірген, әскер жеріне кірген кезде, негізі деректемелерді әлі күнге дейін құпия деп ашпай отыр.
бірақ генералитет жағынан, басқармалар жағынан опасыздық, сатқындық болған. Кез келген әскери бөлімшелер қарсы соғыс жүргізуге, жүйелі түрде соғыс жүргізуге мүмкіндік болмаған. Әрбір жерде, әрбір орындарда қарсыластық болды. Бірақ жалпы мемлекет жағынан, жалпы әскер, армия жағынан түбегейлі қарсыластық болмады. Неліктен болмады? Бір жағынан жаңағы генералитеттің опасыздық, сатқындығы, ал екінші жағынан сол кездегі адамдардың, әскери адамдардың ойында жеңілген идеология болған. Олардың ойына, сана сезіміне енгізіп қойған пропаганда арқылы неміс әскері мықты, оларға қарсы тұрарлық ешкім жоқ деп. Содан олар жеңіліп, беріліп, қаншама халық, әскер, бүкіл халық оларға үміт артты. Ал сол әскер беріле салды. Ешбір қарсыластық көрсетпей. Деректемелер қаншама көп. Сол берілген жайлы. Ал енді қараңыздар. Жалпы неміс әскері шабуыл жасап Мәскеуге келе жатыр. Қарсыласып, оларды тойтарыс көрсетіп, тоқтататын күш жоқ. Міне сонда Алматы облысынан жиналған тәрбиешілер, мұғалімдер, дәрігерлер, бухгалтерлер, жалпы халық тармағынан жиналған қарапайым халықты әкеп жинап, Мәскеу түбінде, Волоколамск шоссесінің түбінде Панфиловтың дивизиясы келіп тұрады. Қазан айында. Негізі оларды тамыз айында жинайды, қыркүйек айында дайындық жүргізеді, 1 айлық дайындық. Сосын қазан айының басында оларды әкеп, сол Волоколамск шоссесінің қасына әкеп қояды. Сонда сіз Александр Бектің Волоколамское шоссе деген кітабын оқыңыз. Сол жерде идеологияның түрін көресіз. Жалпы сол кітап туралы айтатын болсақ, ол кітапты Кубаның қолбасшысы бірінші орынға қойған. Ол сол Америкамен қарсы соғыс жүргізген. Сосын еврей халқының әскері өзінің жауынгерлеріне оқытуға берген. Өйткені олар араб елдерінің арасында егемендік қорғап қалуға тырысып жатыр. Міне сол кітапта идеологияның күшін көрсеткен, өте керемет мықты көрсеткен. Қараңыздар, Бауыржан Момышұлының өзінің сөзі. Біз келдік, неміспен соғысамыз ау деп келдік. Ал күнде көретініміз шегініп жатқан әскер. Біз Кеңес өкіметінің әскері ешкімге жеңілмейді. Ең мықты әскер деген әскеріміз күнде шегініп бара жатыр. Соны барлық келген әскерлер көріп отыр. Мына Алматы облысынан келген Панфилов дивизияның әрбір азаматы соны көріп отыр. Күнде келеді айтады. Жаңағы көз қорқақ немістің әскері 1000 есе көп. Олардың андай мықты қаруы бар, мындай мықты қаруы бар деп пропагандасын жүргізіп атты. Сонда біздің Бауыржанның көрегендігі, мықтылығы, соны түсініп, әрбір бөлімшеден, әрбір жаңағы дивизиясының азаматын, мықты азаматын жинап алып, бір топ азамат болып жинап алып, бәрін жаңа бір немістер бір ауылға басып кірді дегенде күтіп, түнде олар ұйықтауда деген кезде шыдап, сосын түнде шабуыл жасайды. Әлгі неміс бізге қарсыласып, біреу қарсы бір әрекет жүргізеді деп күтпеген екен. Сонда санын ұрып, қап деп қалған кезде біздің әскер Бауыржан Момышұлының қолбасшысы қол астында басып кіріп, қаншама немісті тұтқынға алады. Қалған бәрін қаштырады. Техникасын да қолға түсіреді. Сөйтіп дивизиясының қол астындағы азаматтарының еңсесін бір көтеріп алады. Қараңыздар. Міне осылай идеология жағынан неміске тойтарыс береді. Идеология жағынан жеңілмейді.
Содан кейін барып, ыстық қаруға келген кезде біздің әскер өзінің сөзін айтты. Соншама кең аймақта немістердің ең үздік, ең мықты әскеріне қарсы қарапайым Алматы облысының мұғалімдері, дәрігерлері, бухгалтерлері қарсы тұрып, тойтарыс беріп, Мәскеудің түбінде Еуропаның ең үздік әскерін тоқтатып тастады. Міне, идеология дегеннің күші өте зор. Идеология жағынан олар өздерін тоқтатқаннан кейін немістер шарасыз болып, әлсіз болып, ештеңе істей алмай қалды. Ал желтоқсан айында қатты суық келіп, немістер ары қарай ештеңе істей алмай тоқтап қалды. Содан кейін 42-ші жылы басында, 42-ші жылдың басында қарама қарсы шабуыл жасап, немісті артқа қарай ысырап жібереді кеңес үкіметінің әскері. Бірақ бұл жерде ең басты маңызды ол идеология жағынан біздің әскеріміздің мықтылығын көрсетті. Біздің әскер идеология жағынан басым түсті. Ал енді қараңыздар. Құдай сақтасын, ертең күні біздің мемлекетімізге біреу шабуыл жасаса, сіздер қалай ойлайсыздар? Мына жас өспірім жігіттер мен қыздар біздің жалпы халықта сол қарсы шыққан жауға бірден тұтқынға түсе салатын азаматтар бар ма, жоқ па? Егер сондай азаматтар бар болатын болса, онда бүгінгі күні біз жан-жақты әр жерде насихат жүргізіп, өзіміздің идеологиямызды түзетіп алуымыз керек. Оған алысқа барудың қажеті жоқ. Ұлы Отан соғысының мысалдарын келтіруге болады. Ол жерде мықты деген неміс әскеріне қарсы кеңес үкіметінің әскері тойтарыс беріп, аяғынан жығып, шалқасынан құлатқан мысалдар өте көп болды. Міне сондай идеологияны біз де өзіміздің халқымызға, жас өспірім балаларға енгізуіміз керек. Олар ешқашан қазақтың халқы басқа ешбір халықтан осал еместігін жадында сақтау керек, жадысында. Біздің аталарымыз бүкіл Еуразияны жаулап қолында ұстаған. Неліктен біз солардың тікелей ұрпағы, тоқалдан тумаған, неліктен біз басқа бір елдерден жеңілуіміз керек? Міне осы идеология жайлы бүгін осындай әңгіме жүргізгім келді. Сонымен тамам. Қош сау болыңыздар, ағайын.